Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын тоқаштардың жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Көп затты қажет етпейді, оңай жасалады. Дәмі тіл үйіретін, қош иісті болып шығатын тоқаштарды сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен аппарат дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Ашытқыны саламыз. 2 ас қасық қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 3 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Сонан соң бетін жабамыз, бөлме температурасына 10 минутқа қалдырамыз. Ашытқының балғын түрін пайдаланыңыздар. Ендігі кезекте қант саламыз. Ванильді қант саламыз. Тұзды саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Бұл жерде бір жұмыртқа және ақ уыз бар. Бір сары уызды тоқаштың бетіне жағуға алып қалдым. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Онда аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Алдын ала онда електен өткізіп дайындап алдым. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. Бөлме температурасына 1 сағатқа қалдырамыз. Енді дайын болған қамырды 15 бөлікке бөлеміз. Барлығы бірдей болу үшін таразыға қойып өлшедім. Сонан соң бөлінген қамырларды дөңгелектейміз. Дөңгелектеп алған қамырларды формаға пергамент қағазын төсеп саламыз. Ұн пайдаланбаймыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайды, жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Барлық қамырды осы әдіспен қайталап шығамыз. Сонан соң бетін жабамыз, бөлме температурасына 1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей қамырымыз дайын, тағы да көтерілді. Сонан соң сүтке жұмыртқаның сары уызын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Барлық қамырдың бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын тоқаштарымыз дайын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, қош иісті болып шығатын тоқаштарды сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.